Сәлем, Сабинаның подписчиктері, қайырлы кеш. Бүгін біздер уже нешінші күн екенін ұмытып қалдық саяхаттап жүргенімізге. 10 күн ба, неше күн болды? 9 күн ба болған шығар. Уже Навайға келдік біздер. Навайға келіп, Фердаус деген гостиницаға келдік. Сол жерде бір күн демаламыз. Ертең сосын Самарқандқа қарай шығамыз. Біздер ыстық жерлерге бардық. Почти. Не, мынандай гүлдері бар. Я, Дима. Қараңызшы. Қандай жап-жасыл, е? Мына жерде, міне сайынар. 23-і шықтық па? Бүгін нешесі? 31-і? 8 күн екен. Мына жақта тамақ ішуге болады екен. Иә? Не, Фердаус деген. Көреміз қазір. Құқтап қалдың уже. Қалай қып жатасың? Черный? Отдельно стоимости? Или отдельно? Сулар бар екен. Неке номеров, 3 адамнан екен. Мында кроваттары бар. Мында шифонер, шкаф бар. Киім салып қоятын. Мынандай стол бар, шешетін. Телевизор бар, туалет, ваннасы. Душевая кабинасы бар. Туалеті бар, мынандай ванна сүлгілері бар. И еще мынандай шампунь и сабын. Щетка бар, одноразовый. Вот, нормально. Мындай сусындары бар екен. Сәлем, Сабинаның подписчиктері, қалайсыздар? Бүгін біздер міне 9-шы күн Наваи қаласынан шықтық. Түнде Фердаус деген отельге жатып, ертесінен таң атып, осылай шықтық жолға. Біздер Самарқандқа бара жатырмыз, Самарқанд қаласына. Міне Самарқанд қаласына да кіріп келе жатырмыз. Екеуінің арасы 3 сағат па, 2 сағат па сонда екен. Мынау жаңа жақтары, енді салынып атқан жаңа жақтары. Самарқанд өте әдемі, таза қала екен. Осы Қазақстаннан келе жатқан кезде осы Самарқанд, Ташкентке соғамыз деп айтқан едім, иә. Сол үшін біздер Самарқандқа келе жатырмыз. Қазір Регистанға келеміз. Регистанды көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де біздерге лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және подписаться етпеген болсаңыздар, подписаться етіңіздер. Өте қуанып қалатын боламыз. Осындай әдемі жерлерді мен түсіріп келе жатырмын. Мына жерде қазір жоғарыдан түсіріп келе жатырмын. Жер үйлер өте көп. Және бір-біріне тығыз салынған. Әдемі. Барлығы коттедж десек те болады, 2 этажды үйлері.
Енді мінекей Регистанға да жақындап қалдық. Сіздерге кішкене Регистан алаңы туралы тарихын айтып берейін. Өзбек тілінен аударғанда Регистан сөзі құмды жер дегенді білдіреді екен. Ежелгі уақытта бұл орталық қала алаңы шынымен де құммен жабылған екен. Бастапқыда бұл аумақ медресемен қоршалған жоқ. Керемет ғимараттар сәл кеңірек пайда болды. Бұл күндері қала билігі хан жарлықтарын жариялау үшін халықты алаңға жинап, мерекелер, ашық жазулы және соғысқа аттанған әскерлердің жиындары да осы жерде өткен екен. Бұрынғы жазда қолөнершілер мен шаруалар өз тауарларын өткізетін алаңның айналасында сауда қатарлары болады. Және бұл жерде 3 медресе орналасқан: Ұлықбек, Шердор, Тиллякары деген. Регистанның бүгінгі күні біз көріп тұрған келбеті жүздеген реставраторлардың тынымсыз еңбегі. Кеңес дәуірінде бірегей туындыларды қалпына келтіру туралы шешім қабылданбаған болса, бәлкім бұл тамаша көне ескерткішті біз көре алмас едік. Қазір Регистанда түрлі концерттер, мерекелік шаралар және қаланың республиканың басқа да жарқын шаралары өтуде. Бұл керемет сұлулықты көру үшін күн сайын алаңға жүздеген туристер келеді. Регистан ата-бабамыздан қалған баға жетпес сый және шығыс сәулет өнерінің бар сұлулығын бойына сіңірген деп жазады екен. Мынандай кішкене шайханаға келдік. Біз тамақ жеп аламыз. Жаңағы музейге кіреміз. Туристер. Мынандай жап-жасыл жерде Самарқан қаласында, ескі қалада жүрміз. Қазір кассасына барамыз. Касса билеті 10.000 сом екен. Бұлай басқа елге теңгемен 400 теңге. Достар, мына жерде өкінішке орай біздер Регистанның ішіне кіре алмай қалдық. Бір жағдайларға байланысты кетуімізге тура келді. Сол үшін біздер Самарқандтан кетіп Ташкентке қарай жол жүрдік. Енді келесіде міндетті түрде осы Самарқандқа келіп, Регистанның ішіне кіріп, сіздерге барлығын көрсететін боламын. Кешірім сұраймын. Осындай болып қалды. Сау болыңыздар. 9-шы күн осымен аяқталды.